Ассалаумағалейкум ұлттық ойынның жанашырлары. Бүгінгі 5 асық ойынымен сіздерді таныстыратын Семей қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі Жақупов Ерлан Сарқытбекұлы. 5 асық ойыны 13 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бірлік деп аталады. Баста қанекей. Асықтарды шашқан кезде бір-бірден жинаймыз. Жеке-жеке жинаймыз. Және де қойған кезде асықтар бір-біріне тимеу керек. Асықтарды қоямыз, сақаны соңынан қоямыз. Бірінші кезең аяқталды. Екінші кезең. Бұл кезеңде сақаны алу арқылы асықтарды екі-екіден аламыз. Асықтар денеге тимеу керек. Асықтарды жеке-жеке қоямыз, сақаны жеке қоямыз. Үшінші кезең. Бұл кезең үштік деп аталады. Бірінші үш асықты қағып аламыз, жеке қоямыз, соңынан бір асықты аламыз. Соңынан сақаны қоямыз. Төртінші кезең төрттік деп аталады. Төрт асықты бірге қағып аламыз. Асықтарды жерге қоямыз, соңына сақаны қоямыз. Бесінші кезең бестік деп аталады, немесе жалақ дейді. Келесі кезең алтыншы кезең алақан деп аталады. Асықтарды бірінші шашамыз, алақанды қоямыз. Асықтарды қойған кезде саусақтар қозғалмау керек. Асықтарды алақанға жинаймыз. Енді жетінші кезең төрт бұрыш деп аталады. Асықтардың ара қашықтығы 15-20 см құрылады. Төрт бұрыш. Төртеуін бірге қағып аламыз. Енді сегізінші кезең ауыстырмақ деп аталады. Асықтарды иіріп шашу арқылы сақан аламыз. Алған кезде асықтар бір-біріне қол асықтарға тимеу керек. Қолдағы асықтарды ауыстырамыз. Төрт асықты жинадық, енді төрт асықты бірге қағып аламыз. Ендігі тоғызыншы кезең үндемес деп аталады. Асықтарды шашамыз, сақан аламыз. Ойыншы сөйлемеу керек, және асықтар тимеу керек. Тарсылдатпай алып шығамыз. Енді келесі 10-шы кезең сарт-сұрт деп аталады. Қарама-қарсы сияқты. Сақаны алу арқылы асықтарды бір-біріне тигізіп тарсылдатамыз. Келесі кезең 11-ші кезең қасу деп аталады. Асықтар шашамыз. Сақан алған кезде асыққа тимеу керек. Қасимыз енді. Асықтарды жеке-жеке қоямыз. Қойған уақыт кезде асықтар бір-біріне тимеу керек. 12-ші кезең нәби деп аталады. Саусақтардан көпір жасаймыз. Сақан аламыз, көпіршеден өткіземіз. Асықтарды бір-бірден көпіршеден өткіземіз. Қолдың сыртына сақан тастау арқылы онда көпірден өткіземіз. Саусақты жабамыз, ашамыз. Соңғы 13-ші кезең бұл ұпай алу деп аталады. Егер де әрбір асық 10 ұпайдан есептелгенде, ойын 100 ұпай жинағанша жалғасады. Егер де қарама-қарсы отырған ойыншы бірінші 100 ұпай алса, ол жеңіске жетеді. Егер толық ұпай алынбаған болса, ойын басынан бастап ары қарай жалғастыра беріледі. Ойын 100 ұпай жинағанша жалғасады.